жарнаманың дамуы және де дизайндағы жарнамалардың ерекшеліктері. Авторлар өз жұмысында Қазақстан Республикасындағы жарнамалық қызметтің дамуын, оны шет елдердегі жарнамалық бизнесменің эволюциясымен салыстыра отырып, және де өзінің тәжірибелерімен бөлісе отырып талдайды. Жарнама кез келген мұралардың көмегімен таратылады және орналастырылатын белгілі бір адамдар тобына арналмаған және жеке немесе заңды тұлға тауар белгілерінде және де өзінің фирменный белгілерінде, логотиптерінде жұмыстарға көрсетілетін қызметтерге қызығушылықты қалыптастыруға және де тағы басқа іс-шараларға немесе қолдануға арналған және олардың өткізуіне ықпал ететін ақпараттармен бөлісе отырады. Жарнама мақсаттарына қол жеткізу белгілі бір міндеттерді қою және жарнама берушілерді таңдаған тиісті функцияларды іске асыру және де тағы басқа іс-әрекеттер арқылы жүзеге асырылады. Жарнаманың міндеттері және де басқа да іс-шаралар арасындағы ақпарат беру, көбейту, ескерту, ұстанымдату, ұстап қалу, имидждеу көрсетіледі. Ал жарнаманың маңыздылығы функциялары олар мысалы экономикалық, әлеуметтік, идеологиялық, маркетинг және коммуникациялық. Маркетингтің маңыздылығы құралы ретінде және де басқа да тағы да құралдар ретінде жарнаманың экономикалық функцияларының мәндерінде назар аударылады. Мысалы, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық және де актілеріне сәйкес жарнама салаларындағы мемлекеттік реттеу мәселелері, тағы да басқа күрделі мәселелер ашылады. Жарнама салаларындағы мемлекеттік реттеудің негізгі мақсаттары, мысалы, ұлттық мүддені қорғау, жөнсіз жарнаманың сондай-ақ қоғамдық құндылықтар мен жалпы қабылданған мораль және де тағы басқа имандылыққа қол сұғатын жарнамалардың алдын алу және де оларды тоқтату, жою және де бәсекелестікпенен қорғау, тағы да басқа іс-шаралармен жүктеледі. Бүгінгі күні мамандықтардың жарнамалардың базалық технологиясы ғана емес, бәсекеге қабілеттің жоғары дәрежеде фирмалық өнімді жасау және жылжыту үшін брендтің соңғы жетістіктерін пайдалану қажет. Олар қазіргі күнге дейін де өзекті мәселелер және де актуалды болып есептелінеді. Авторлар өз жұмыстарының Қазақстан Республикасындағы жарнамалық қызметтің дамуын, оны шет елдердегі жарнамалық бизнестердің эволюциялық салыстыра отырып талдайды. Жарнама кез келген мұралардың көмегімен таратылатын және де басқаша іс-шаралармен және орналастырылатын белгілі бір адамдар тобына арналмаған және жеке немесе заңды тұлғаға тауар белгілеріне, жұмыстарға көрсетілетін қызметтерге және де тағы басқа іс-шараларға байланысты қызығушылықты қалыптастыруға және де тағы басқа қолдануға арналған және оларды өткізуге ықпал жасайтын, ықпалға септігін тигізетін ақпараттар жиынтығы жатады. Жарнама мақсаттарында қол жеткізу белгілі бір міндеттерді
қою және жарнама берушілер таңдалғаны тиіс. Функцияларды іске асыру арқылы жүзеге асырылады. Жарнаманың міндеттері арасындағы ақпарат беру, ақпараттарды көбейту, ақпараттарды ескерту, ұстанымдату, ұстап қалу, имиджелеу көрсетіледі. Ал жарнаманың маңыздылығы функцияларды экономикалық, әлеуметтік, идеологиялық және де басқа маркетингтік және коммуникациялық іс-шараларды қамтиды. Маркетингтің маңызды құралы ретінде жарнаманың және де басқа плакат, тағы басқа да экономикалық функциялардың мәндеріне назар аударылады. Мысалы, Қазақстан Республикасының нормативтік, құқықтық және де басқа да рекламаға, жарнамаға байланысты әрекеттеріне сәйкес жарнама салаларындағы мемлекеттік реттеу мәселелері ашылады. Және де бұл жарнамалардың құрылымы, салыну жүйелері міндетті түрде дизайндардың жұмыстарымен іс жүзіне асырылады. Жарнама саласындағы мемлекеттік реттеудің негізгі мақсаттары ұлттық мүддені қорғау, жөнсіз жарнамалардың, сондай-ақ қоғамдық құндылықтар мен жалпы қабылданған мораль мен имандылыққа қол сұғылатын жарнамалардың алдын алу мен тоқтату, жөнсіз бәсекелестерден қорғау. Өйткені арадағы конкуренция болуына байланысты бұл жерлерде жаңағы пайдаланып кету жарнамаларын және де оның шығарған өнімдерін қолдану арқылы, тағы да копировать ету арқылы, тағы да басқа жөнсіз мысалы іс-әрекеттер пайдаланып кетуі мүмкін. Сондықтан осы жарнамалық жаңағы брендтер, берілген нелер өзінің жаңағы стандарттарын қатаң сақтауы тиіс деп ойлаймыз. Бүгінгі күні мамандардың жарнамалардың базалық технологиясы ғана емес, бәсекеге қабілетті жоғары дәрежеленген фирмалық өнімдерді жасау және жылжыту үшін брендтердің соңғы және де сапалы әрі өте керемет жақсы түрлері жетістіктерін пайдалану қажет деп есептейміз. Алдағы уақыттарда жаңағы жарнамалау кезінде өзінің логотиптерін міндетті түрде пайдалану, қолдану және де оларды іс жүзінде көрсете білу маңызды қызмет атқарады деп есептейміз. Назарларыңызға рахмет.